Алматы-Ташкент тас жолы бойында 7 шақырым ішкеріде Беріктас ауылы орналасқан. Ауылымызда бір мешіт және 5 дүкен бар. Беріктас ауылы Қақпатас ауылдық округіне қарайды. Ауылдық округтың әкімі Серікбай Мадыбайұлы Естаев. Қақпатас округінің бас маманы Нұрила Түлкібайқызы. Нұрила Түлкібайқызы, Беріктас ауылында қанша түтін және халық саны қанша? Беріктас ауылы Қақпатас ауылдық округіне кіреді. Түтін саны 243. Тұрғындар саны 1732. Беріктас ауылының әл-ауқаты қандай? Негізі Беріктас ауылының тұрғындары мал шаруашылығымен айналысады және 70 шаруа қожалықтар бар, олар бәрі егіншілікпен айналысады. Ауыл толығымен ауыз сумен, газбен қамтылған, 2 көшеге толығымен жарықтандыру орналастырылды, мектептің төңірегі жарықтандырумен қамтылған және жолдары жасалынып жатыр. Әл-ауқаты жақсы. Сұхбатыңызға рахмет. Мына ғимаратта Беріктас ауылының фельдшерлік акушерлік пункті және Қазпочта ауыл кітапханасы орналасқан. Ендеше осы мекеме басшыларымен сұхбаттасайық. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Осы емханада тіркелген адамдар саны қанша? Біздің мына Беріктас ауылы фельдшер акушерлік пунктінде 1176 адам тіркелген. Оның ішінде 1 жасқа дейінгі балалар 28, біз олардың бәрін солай бөлеміз. Мектеп жасына дейінгі балалары 139, мектеп жасындағы балалар 285 оқушы оқиды. Өткен жылға қарағанда биыл бала санының туу көрсеткіші қандай? Біздің населениенің саны бойынша өткен жылы 2018 жылы 30 бала туылған болса, 2019 жылы көбейді. Ол 35 бала туылды. Біздің көрсеткіш бұл бізге өте жақсы деп есептейміз. Осы келесі сұрағым, осы мекемеде қанша адам жұмыс істейсіздер? Біздің мекемеде штат бойынша 4 адам жұмыс істейміз. Бір адам фельдшер, мен фельдшер болып істеймін, тағы да бір емшара кабинетінде істейтін бір медсестрамыз бар. Үшіншісі әйелдерді қарайтын акушер. Мына ғимараттың екінші қабатында ауыл кітапханасы орналасқан. Сәлеметсіз бе? Жібек Темірғалиқызы, біз ауылдың кітапханасымен таныссақ деп едік. Жүргіздер, танысайық. Міне біздің ауылдық кітапханамыз. Осы біздің ауылдық кітапханамыз. Осы бөлмеде біздің кітап қорымыз сақталады. Енді Жібек Темірғалиқызы, осы кітапханадағы кітаптардың саны қанша? 6951. Осы қай жас аралығында көп оқырмандар келеді сізге? Көп оқырман 15 жасқа дейін балалар көп келеді. Және 22 жастан жоғары оқырмандар көп келеді. Жаңа зейнеткер, қызметкер, мектептегі мұғалімдер көбісі келеді. Осы жерден көп ақпарат алады. Беріктас ауылындағы Айсәуле балабақшасы. Анар Жұбанышбайқызы, Айсәуле балабақшасы қай жылы ашылды? Айсәуле балабақшасы 2008 жылы ашылды. Сыйымдылығы 75 балаға арналған. 75 бала 3 топқа бөлініп жұмыс істейді. 5 бала сыртқы Қақпатас ел мекенінен тасымалданады. Қанша адамды жұмыспен қамтып отырсыз? 31 адамды жұмыспен қамтып отырмыз. Меңгеруші қызметін қызметкері
Аманбаева Мәдина Ахан қызы балабақшаны басқарады. Әдіскер Жалғасбаева Анар Жұбанышбаева. Бір психолог, бір орыс тіл, бір музыка мұғалімі, 8 тәрбиеші жұмыс істейді. 2 аспазшы, кір жуушы, біреу, бір шаруа меңгерушісі, 3 күзетші, 3 от жағушы және аула сыпырушысы біреу, 3 тәрбие көмекші жұмыс істейді. Осы 31 адамды жұмыспен қамтып отырмыз. Сұхбатыңызға рахмет. Ауылымыздың ақсақалы Телғазиев Әділбек ата. Әділбек ата, Беріктас ауылының құрылу тарихы туралы айтып берсеңіз. Беріктас ауылының тарихы тереңде жатыр шырағым. Сонау баяғы Совет кезіндегі 1954 жылы 25 февральда Сергей Волков, Сергей Иванов деген мынау Қырғызстанның Васильевка жағында тұрады. Сол кісі келіп мына қазіргі қалың Қарағаш тоғайдың бер жағындағы ашық алаңға қазығын қаққан. Бізді мектептен апарып, сол жерге осы жерде бүгінгі күннен бастап Қордай зерносовхоз болады, нерге ауыл соғамыз деген деп тұрып сөйерден үлкен жиналыс өткен. Сол жиналыстан кейін мынау қазіргі отырған Кеңшар сол жерге орналасу керек еді. Бірақ мына жақта бізде Қақпатас деген өзен болғаннан кейін оны өзеннің сағасына қарай жылжытып, содан осы жерге орналасты ол Кеңшар. Ол кездерде Қордайский зерносовхоз болып аталатын. Кейіннен ертің келе 1970 жылдар Қордай қойсовхоз болып атын өзгертті. Себебі бұл шаруашылық жалғыз егін емес, мал шаруашылығынан айналысуға белсенді болды. Ол кезде 18.000 гектар егістік жер бар еді. Жайылымы өте көлемі көп. Мына қазіргі Қайнар совхозы, содан кейін мынау Соғанды ауылы біздің осы зерносовхозға отделение болып қарап тұратын кез болатын. Кейін егістік жер көлемі көп болғандықтан мал шаруашылығын қоса дамыту қолға алынды. Мына Жайсан тауы дейді. Мына жерде таулар бар. Таудың сағасында көптеген 30-дан астам 40-қа жуық мал қоралары соғылды. Содан 37 мыңдай мал, қой малын асырады. Бұл совхоз 70 жылдан кейін көбейді. Өйткені есімін, атын Қордай қой совхоз болып кеткеннен кейін 500-дей жылқысы болды, 2,5 мыңдай шошқасы болды, 3 мың. Мектебіміздің басшысы Байсалов Ерлан Рахметдолин. Ерлан ағай, мектебіміз жайлы мәлімет беріп өтсеңіз. Рахмет, саламатсыздар. Біздің мектебіміз 1960 жылы ашылған. Ол кездегі Максим Горький атындағы орта мектеп болатын. Одан кейін 85 жылы алғашқы қазақ сыныптары ашыла бастады. Тәуелсіздік алғаннан кейін 1992 жылы мектебімізге Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектеп өзгертіліп, содан бері міне осы күнге дейін сол лицензиясы өздерінде. Мектебімізде 35 мұғалім бар. Оның 30-ы жоғарғы білімді. Мектебіміздің оқушылары 300-ден астам оқушы бар. Оның 1-ден 11-ге дейін 287 оқушы бар. Негізгі қазіргі біздің білім беретін тіліміз қазақ тілінде ғана. Таза қазақ мектебі.